Қымбатты серіктестер, қымбатты осы Нейми компаниясының осы бүгінгі презентациямыздың қонақтары, қош келіпсіздер. Бүгін өте сондай жақсы қуанышты күн, сәрсенбінің сәтті күні. Сәрсенбінің сәтті күні не ойласаңыз, қандай іс бастасаңыз да, сол жақсы орындалатын күн. Менің өзімді таныстырып өтейін. Менің есімім Жанар Сыздықова. Жанар Түркістан қаласының аймақтық кеңсесінің өкілімін. Әлемдік жаңа экономикалық эволюция тұтынушылар қауымдастығының серіктестігінің бойынша менеджер статусындамын. Тұтынушылар қауымдастығының инвесторы тұрғылықты мастер профи тренингтен сертификатталған маманымын. Қазіргі таңда марафон MP260 деген 8 айлық біз курс оқып жатырмыз. Соның мен қатысушысымын. Кешегі күні біз өзіміздің командамызбен осы марафонда ең алғашқы адамдардың қатарында, 75 адамның қатарында 44 сабақты өткізіп, 55% жинаған адамның қатарында менің қасымдағы қыздарым, Меруерт, содан кейін Нигара, Гүлсынай, менің мықты лидер қыздарым, командамдағы үлкен жоғары көрсеткішке көрсеттік. Оған өте қуаныштымын. Менің қыздарым сондай өздері жауапкершілік алып, өздері сабақтарын уақытысында дайындап, өткізіп, осы марафонға атсалысып жатқандарына. Бұл марафон деген өзі сабақ, оқу, білім алып жатырмыз. Қаржылай сауаттылығымыз көтеріп жатырмыз. Біз енді осы Нейми компаниясы әлемдік жаңа экономикалық эволюция тұтынушылар қауымдастығының мақсаты қазақ бүкіл әлем халықтарының сауатын, қаржылай сауаттылығын ашу. Әлемнің жаңа экономикалық эволюциясының біз қазіргі таңда 3 бағытымен жұмыс жасап жатырмыз. Академия частный инвесторлар, жеке инвесторлар академиясы, ол жаңағы халықтың әл-ауқатын жақсарту мақсатында, қабілетін, білімділігін арттыру мақсатында ойластырылған. Одан кейінгі криптоинвестіміз, ол халықтың әл-ауқатын жақсарту мақсатында, одан кейін жаңағы бизнесті жасау мақсатында жүретін біздің қазіргі осы компаниямыз. Бұның басты мақсаты қазіргі таңда дейді, әлем бойынша дейді, 100% халықтың 90% халқы олар жұмысшылар мен кәсіпкерлер екен. Осы жұмысшылар мен кәсіпкерлердің әлемнің 100% ақшаның 10% ақшасы бар екен. Ал енді 90% ақша әлем бойынша 10% адамда ғана бар екен да. Олар инвесторлар, жоғары үлкен бизнестегі адамдар екен. Мына Роберт Кийосаки деген мықты әлемдегі бизнес-тренер, коуч, мотиватор, мықты миллионерлерді оқытатын миллиардер, өзінің бірнеше кітаптары бар. Оны білетіндер болса, «Квадрат денежного потока» деген кітабында мына адамдарды табыс табу қабілетіне қарай 4 топқа бөліп қойған. Мына жерде көрсеткендей жұмысшы, кәсіпкер, бизнес, инвестор деп. Соның біз қазіргі таңда кез келген адам, осы біздің компанияға мүше болған адам, ол қанша суммаға салсын, азғантай суммаға салса да, тіркелсе де, осы біздің 4-ші топтағы адамдардың қатарына, инвесторлар қатарына кіреді да, өздерінің болашақта осы жерден түскен табыстың үлесін алып отырады. Ол барлық адамның арманы. Сетевой маркетингте істейтіндердің де арманы инвестор болу, акционер болу. Қарапайым жұмысшылардың да арманы инвестор болу. Инвестор деген сөздің өзі, сіз ақшаңызды бір пайда келтіретін жерге салдыңыз, өзіңіздің түскен бір артылған ақшаңызды, сөйтіп ол жерден үлес алу үшін, табыс табу үшін сіз соны күтесіз. Ол өзінің белгілі уақытысында табыс бере бастаған кезде, сізге салған ақшаңызға қарай, алған акцияңыздың құнына қарай, санына қарай, өзіңіздің үлесіңізді, табысыңызды алып отырасыз. Енді біздің осы әлемдік жаңа экономикалық эволюция компаниясының құрған Андрей Федорович Хавратов деген жігіт, мықты бизнесмен, мықты инвестор, бизнес-тренер,
мотиватор, бүкіл әлемдік деңгейдегі миллиондар миллионерлер құпиялары Андрей Хабратовпен бағдарламасының тележүргізушісі, Милан Рейс журналы мен Finance Times бизнес журналының нұсқаушы бойынша тұлған қаржылық және инвестиция дамыту жөніндегі 2018 жылғы ең үздік бизнес коуч. Біз әлем генералдары бейбітшілік үшін халықаралық бірлестік инвестициялық кеңесінің төрағасы және бітімгер генералы, әлем генералдары бейбітшілік үшін халықаралық қоғамдық бірлестігінің бейбітшілік көгершіні медальмен марапатталған. Біздің мыңжылдықтың адамдары энциклопедиясына енген Ресейдің көрнекті көшбасшылардың топ 100-дігіне кірген азамат. Біздің осы 2011 жылы жеке инвесторлар академиясын онлайн түрінде оқуды бастаған ең алғашқы адам. Біз кімнің соңында қандай бизнес жасап жатқанымызға мақтанамыз. Кімнің соңында келетініміз айқын. Сондықтан да біздің мақсатымыз айқын. Біздің мақсатымыз әлемдегі осы жаңағы айтып кеткен 90% халық қарапайым, 10% ақша ұстап отырған халықтың Андрей Федорович Хабратовтың мақсаты 10-15% халыққа көтеру осы 10 жылдың көлемінде ақшалы, қалталы етіп, қаржылай сауатты білімді етіп шығару. Енді қазір әлемде жаңа экономикалық эволюция негізі 3 құрамдас бөліктен тұрады. Бірінші бөлігіміз айтып өткендей оқыту, екінші бөлігіміз бірлескен меншік иелігі, үшінші бөлігіміз ол бизнес. Бизнес. Енді бір айтып жатырмыз жаңағы оқыту деп та. Оқыту, егер де сіздің біліміңіз болмаса, сіз бір маман иесі болмасаңыз, сіз ақша таба алмайсыз қазіргі ғасырда. Егер де сіз дәрігер болғыңыз келсе, сіз 9 жыл оқуыңыз керек, мұғалім болғыңыз келсе, 5 жыл оқуыңыз керек, бір әшейін-жай шофер болғыңыз келсе, сіз кем дегенде бір 6 ай оқуыңыз керек та, сіз сол көлікті меңгеріп, айдауға үйренуіңіз керек. Сол сияқты біз бұл жерде қаржылай сауаттылықты үйренуіміз керек. Не үшін? Себебі бұл жерде болашақ бізде үлкен табыс көзі бар, үлкен ақша, қаржы бар. Сондықтан да біздің бірінші мақсатымыз ақшамыз көбейіп, ертеңгі күні не істеріміз білмей отырмай, оны осы кезден қаржылай сауаттылығымызды ашып, үйреніп, біліп, ертең дұрыс ақшамызды орнына пайдаланып жарату үшін керек. Бұл жеке инвесторлар академиясы 2011 жылы құрылған. Андрей Федорович Хабратовтың бастауыменен қаржылық сауаттылықты арттыруға және дамытуға арналған интернет портал есептелінеді. Қазіргі таңда осы академияны 600 мыңнан астам бітіріп шықты. Алуан түрлі курстар мен тренингтер жүргізіледі. Қазіргі таңда біз осы әлемдік жаңа экономикалық эволюция компаниясына криптоин бағдарламасы бойынша кіру үшін біз ОИП сатып аламыз. ОИП деп отырғанымыз не? Оқу ақпараттық өнімдер. Оқу ақпараттық өнімдерге инвестицияның тақырыптары беріледі. Әркім өзінің алған акциясына қарай, өзінің салған ақшасына қарай белгілі мөлшерде сабақтар алып отырады. Қазір сіз кірген адамдарға жеке инвестордың 8 ережесі деген сабақ беріледі. Жеке инвестициялаудағы алғашқы қадамдар, жеке инвестордың дамуындағы 12 деңгей, жеке инвесторды қашықтықтан оқыту, $1 қалайша $1 миллион айналады, капитализация негіздері, Мәскеу биржасындағы трейдинг, жеке инвестордың базалық оқуының 12 курсы, инвестициялық кеңесші кәсіби онлайн курсы бойынша білім береді. Оқу ақпараттық өнімдердің бизнес және тұлғалық өсу тақырыптарында кез келген арманды қалайша ақиқатқа айналдыруға болады. Кез келген адам өз армандайды. Бай болсам дейді, ешқашан мен кедей болсам, күнді көре алмай, нанды тауа алмай жүрсем деп ойламайды, армандамайды. Ал барлық адамның арманы бай болып, қаржылай жаңағы ақшалы болып, өзінен кейінгі жаңағы іні-сіңілдеріне жәрдем беріп, бар болса үй әперіп, табысын бөлісіп, әйтеуір көмек беріп отырады. Ал соны біз осы жерде қалай бизнес жасап, қалай ақшаны табайық, оны қалай көбейтеді, соның бәрін оқытып отырады. Қазір немесе бұрын табысты болсаң, табысқа қалай қол жеткізуге болады деген тақырыптарда сабақ өтеміз. Тайм менеджмент деген табысқа жетудің 8 негізгі қағидасы, қосымша табыс көздері, өмір ойыны, дербес коучингтары бойынша біз сабақ білім алудамыз қазіргі таңда. Содан кейінгі біздің настольный игра дейді ғой, жаңағы ойын
өмір ойыны. Өмір ойыны, Нареке, келесі слайд. Қаржы данышпаны, бизнес тренажері дейді. Бұл қазіргі, мысалға мен өзім теміржолшымын. Түркістан қаласында теміржол саласында қызмет жасаймын. Мен осы салада істеп жатқаныма қазіргі таңда 3 жыл болды, бірақ 2,5 жыл бойына менің хоббиім деп жүрдім. 6 ай болды мен жұмыс істеп жатқаныма. Қазіргі таңда Түркістан қаласының 700-800 адамы менің командамда жұмыс істеп жатыр. Барлығы бірдей жұмыс істеп жатқан жоқ, енді өздерінің акциясын алып қойып жатқандар бар. Бұл келіп жұмыс істеп, осы жерде адамдарға айтамыз деп бөлісіп жатқан адамдар бар. Енді солардың барлығы ертең болашақта үлкен қаржылы болады, үлкен ақшалы болады. Ал егер де қазір соны оқып біліп меңгерсе, ертең ол сасып қалмайтын болады да. Сондықтан да оны қазір данышпаны бизнес тренажері арқылы сізді нақты ақшамен жұмыс істетіп үйретеді. Нақты өмірдегі оқиғаларды модельдейтін экономикалық үстірт ойыны болып табылады. Бұл негізгі мақсаты арманыңызға қол жеткізу және байлық шеңберіне ену, қаржылық дағдылар және инвестициялау, коммуникация және командалық жұмыс, көңіл көтеру, қайталау және әрекет арқылы жаңа идеялар қалыптастыру. Міне ойыну арқылы сіз өзіңіздің мынау ой өрісіңізді өзгертесіз, дамытасыз, ақшалай, қаржылай сауаттылығыңызды арттырасыз. Енді біз бұл жерде қалай табыс табамыз? Жаңа екінші бөлігіміз бірлескен меншік иелігі дедік қой. Енді екінші біздің бөлігіміз бірлескен меншік иелігі, ол криптоюнит бағдарламасы деп айтылады. Криптоюнит бағдарламасының былтырғы жылы 2019 жылы 30 наурыз күні Алматы қаласында бұл негізін қалады. Андрей Федорович Хавратов Алматыға келіп, осы бағдарламаны ашып берді. 30 күні түнде сағат 00:01-де ашылды да, бұл бірінші этабы 3 күннің ішінде осы жердегі бүкіл ой-пұлдар сатылып кетті. Неге десеңіз, бүкіл әлем бойынша бұны аңдып көріп отырған адамдар болған, сауатты, қаржылай сауатты адамдар бұның болашағынан өте көп үміт күтіп, осының алғашқы этаптағы бүкіл ақпараттық инвестициялық пакеттерін сатып алды. Екінші, криптоюнит бағдарламасы не береді дейді. Криптоюнит бағдарламасы оқу бағдарламаларына қолжетімділік, жаһандық инвестициялық портфельдер, адалдық бағдарламасы бойынша ай сайынғы бонус, профи бонус, шартсыз базалық бонусын алу мүмкіндігі, реттелетін және ашық қаржыландыру, активтердің ұлғаю есебінен криптоюнит құнның артуы, криптоюниттің әлемдік мерчендайзингке айналуға түсу мүмкіндігі. Криптоюнит бағдарламасының қазіргі бізге берері. Криптоюнит бағдарламасы басқа көптеген компанияларға қарағанда артықшылығы өте көп, оны қазір айтып өтемін. Енді осы криптоюнит бағдарламасы іске асыру үшін бізге 3 фазада сатылымға 3 фазада өткізу керек болды. Бірінші, негізгі криптоюнит бағдарламасы бойынша 80 миллиард криптоюнит шыққан. Оның бірінші фазасын біз 2019 жылы 30 наурыздан 2020 жылы 15 қаңтарға дейін аралықта біз бірінші фазаны сатып қойдық. Ол кезде 30 миллиард криптоюнит айналымға түсті. 10 миллиарды ол сатылмайды, компанияның өзінде қалады. 20 миллиардты екінші фазада сатуымыз керек. Одан кейінгі 20 миллиардты үшінші фазада сатуымыз керек. Ал қазіргі таңда біз екінші фазада жұмыс жасап жатырмыз. Екінші фазаның ұзақтығы 8-17 ай. Оның қазіргі таңда екінші фазаның екінші этабына көштік. Біздің криптоюниттердің бағалары күннен күнге артуда. Ал болашақта мынау үшінші фазаға өткен кезде біздің әрбір криптоюниттің бағасы $1250 болады, 35 грамм алтынға теңеседі деп Хавратов Андрей Федоровичтің өзінің айтқан сөзі бар. Ол біз соны сенімдіміз соған жететінімізге. Криптоюнит бағдарламасы жаһандық инвестициялық портфель. Біз теміржолшылар болсын, мектепте мұғалімдер болсын, болмаса жаңағы дәрігерлер болсын, инженерлер болсын, олар портфель дегенде
бір өзінің жаңағы айлық алатын портфелі болады екен, одан кейін пенсионный фонды ғана болады екен да, қарапайым халықтың көпшілігінің. Ал мына бізде қазіргі мына инвесторлар, әлемдегі миллионерлердің кем дегенде 10-15-20 портфельге дейін болады екен. Олар деген сөз не? Олар өздерінің арнайы бір жаңағы ақшаларын бөліп жаңағы әр неге сап қояды, активтерге, табыс беретін жерге. Сол жерлерден олар мысалға үй алып, квартираға беріп қояды, ол жақтан табыс алып отырады. Машина ол алып, арендаға беріп қояды, одан табыс алып отырады. Болмаса бірнеше компанияның акцияларын алып қояды, одан табыс алып отырады. Міне сол сияқты мына криптоинвест бағдарламасында бізде 20 түрлі бағытымыз бар. Оның бірінші бағыты білім беру болатын болса, одан кейінгі бағыттарымыз көп деңгейлі краудинвестинг дамыту секторы, бизнестің ортақ иесі болу арқылы жүзеге асырылатын бизнестердегі үлкен меншік иелері. Сол сияқты бірнеше бағыттарымыз бар. Нарық қоры, банк секторы, валюта нарықтары деген сияқты мәдениет секторы. Ең соңындағы 20-шы бағытымыз қайырымдылық секторы. Енді сіздің сіздің білімді болсаңыз, ақшалай сауатты болсаңыз, қаржылай сауатты болсаңыз, сіздің ақшаңыз көп болса, сіз не істейсіз? Сіз жетім жесірлерге, жаңағы ауру-сырқауларға жәрдем бере аласыз, көмектесе аласыз. Ал көмек берген деген өте керемет жақсы нәрсе. Бұл жерде сіз тек қана бай ғана болып қоймай, сонымен қатар рухани бай адамдардың қатарында боласыздар. Ешқандай тарылмайсыздар, адамдармен бөлісіп, байлықтарыңызбенен. Сіздер адамдарға біз қазір ақша беріп жатқан жоқпыз, ақшасына біз қармақ беріп жатырмыз. Ал өмірлік сол жерден алып жейтін нандары, өмірлік табыстары көретұғын. Сондықтан да бұл жаңадегі 20 бағыттың біздің болашақтағы табатын табыстарымыз. Қазіргі таңда біз соның 10 түрінде қорға түскен қаржыдан бөлініп, инвестиция жасалынды. Мына көп салалы крауд инвестинг деп айтады біздің бизнесімізді. Ол деген сөз не? Көп салалы крауд инвестинг деген сөз, біз бір ғана жерге салып қоймаймыз. Қорға түскен ақшаны біз бірнеше жерге салып, содан бірнеше жақтан табыс аламыз. Оның да бірінші салған 2014 жылы Skyway Invest Group деген инновациялық көл технологиялары ашылды. Соған қор ашып, соған біз жаңағы акцияларын сатып алдық. Соның жаңағы салынуына жәрдем бердік. Белоруссияда экотехнопарк салынды. Сөйтіп қазіргі таңда оған инвесторлар тартылып, жан-жақтан барып, өздерінің елдеріне салдыртып жатыр. Қазіргі таңда Дубай жаңағы патшалығы соған жаңағы өздеріне салдыртып жатыр. Құдай қаласа, биылғы жылы октябрь айында экспо болады деген, ол келесі жылға қалдырып отыр карантинге байланысты. Одан кейінгі бұл өте экологиялық таза болады, жылдам болады, арзан болады. Бұл көлік салынатын болса, бүкіл әлем бойынша кептеліс азаяды, жылдамдық артады, содан кейін барып қаржылай ақшасы арзан болады. Екінші табыс көзіміз қымбат бағалы металдар. Алтын дейді, қымбат бағалы металдардың ішіндегі біз алтынға 1.480.532 доллар инвестиция жасалынған 2017 жылы. Бұл Африкада Замбия, Танзания деген жерлерде жаңағы бұл алтын қазылып жатыр. Россияда Урал алтындары, алтын кен орны ашылып, сол жерде алтынға өндіріліп жатыр. Алтын деген ол ешқашан төмен түспейтін қымбат бағалы металл, сондықтан да біздің болашақ табысымыз өте жоғары болады деген біз үмітіміз бар. Одан кейінгі үшінші бағытымыз инновациялық базальт технологиясы. Базальт деп отырғанымыз өзі тау артылған кезде сол қатады екен. Ол 800-1400 градус жаңағы ыстықта ериді, содан кейін ол жаңағы жердің бетінде оған қатып, соны өндіріске әкеліп, базальт технологияларын қазіргі таңда жаңағы әртүрлі машиналар, көліктер, үйлер, мебельдер шығарып жатыр. Ол болашақта одан да жоғары космосқа корабльдер салады деп жатыр. Мына біздің Skyway жолдарының инновациялық көліктердің рельстерде сол базальттен жасалады, көліктерде базальттен жасалады деп жатыр. Бұл үлкен табыс болады болашақта. Төртінші табыс көзіміз суши мастер деп айтылады. Суши мастер деген ол
өзіңмен бірге деген бағдарлама жапон тағамдары, оны ашқан кім еді? Алексей Лобский деген мықты бизнес тренер, бизнесмен. Бұл әлемдік деңгейдегі өзінің осы суши мастер ресторандарын қазіргі таңда 37 ресторан ашылды. Оның 6-ы Алматыда, 2-і Астанада, Белоруссияда ашылды, Англияда, Польшада, бірнеше әлемде суши мастер ресторандары ашылып, қазіргі таңда жұмыс істеп жатыр. Көп ресторандар жұмыстан айырылып, жұмыс жабылып жатса, бізде суши мастер ресторандары үйге ұсыныс алып, тапсырмалып, солай жұмыс жасап жатыр. Бұдан кейінгі табыс көзіміз Кетмар деген фильм өндірісі. Қазіргі таңда бұның Нұрлан Мамакеев деген мықты кинорежиссер қырғыздың, оның бірнеше 15 шақты киносы бар. 2005 жылдан бері жұмыс істеп жатқан. Қазір біздің осы инвестициямыздың арқасында Айдахар адам деген кино түсіріліп жатыр. Ол әлемнің жарты елін жаулаймыз дейді ғой, жарты халқын. Әлемнің жарты халқы ол Қытайда, Индияда орналасқан екен. Сондықтан да бұл енді биылғы жыл декабрь, январь айларында толық көрсетілімге шығады деп, өткенде отчет берген кезде солай айтты. Ол сол Қытайда, Индияда көрсетіледі. Ол кино өндірісі өте жоғары сапалы, өте табысты көп беретін өндіріс, 300% кейін табыс береді. Одан кейінгі біздің табыс көзіміз Шикард онлайн платформасы дейді. Білесіздер, Шикард оның Серік Түрекеш деген мықты Қазақстанда бизнесмен, мықты миллионер жігіт. Оның да өзі платформа, мынау WhatsApp деген сияқты, Telegram деген сияқты сондай интернет бизнес болады. Интернеттен онлайн түрде сіздің жаңағы заказ берсеңіздер, заявка жасап, реклама жасап, сіздердің жаңағы шаштар аз болсын, өндіріс жаңағы өндірген өндірістеріңіз болсын, реклама жасап, бүкіл неге жаңағы таратып отырады, адамдарға жеңілдік мүмкіндік беріп отырады, табыс табу көздерін арттыруға. Одан кейінгі 7-ші табыс көзіміз синтетикалық алмаз өндіретін зауыт. Ол Алматыда салынады. Қазіргі таңда ол заказ беріп, жер алынып қойған, жерде уже басталып жатыр. Мына карантинге байланысты тоқтап тұр. Оборудованияның барлығын Қытайға заказ беріп, олар уже келіп тұр. Жылжымайтын мүлік инвестициямыз ол қазір Таиландта, Пхукет деген жерде отельдер салынып жатыр. Одан кейін Красноярский крайда, Пермский крайда біздің алып қойған жерлеріміз бар. Ол жерлерге болашақ курорттар салынады дейді. Өзіміздің өткенде Андрей Федорович Қабратовтың отчетында өзіміздің өндіріс жаңағы емделетін сауықтыру орындарымыз болады. Емдік балдарымыз оқытатын, тегін оқытатын оқу орындарымыз болады деп жатыр. Сондай жерлеріміз қазір алынып қойған. Бұл жылжымайтын мүлік инвестициялары бізде өте үлкен сұраныста. 9-шы біздің табыс көзіміз криптовалюта және блокчейн деп айтылады. Криптовалюта ол интернет әлеміндегі ақша, өздеріңіз білесіздер, биткоин деген бүкіл әлемде 2009 жылдары 1000 биткоинді 3 центқа сатып алған. Қазір бір биткоиніміздің құны $8,5 болып кетті қазіргі таңда. 2017 жылы 20 мың долларға дейін көтерілді. Ал криптовалюта, ең алғашқы криптовалюта биткоин болса, қазір ең алғашқы криптоенит, интернет цифровой акция ол криптоенит болады. Ал біздің құда қаласа осы жақын арада өзіміздің криптовалютамыз шығады, өзіміздің блокчейніміз іске қосылып жатыр. Одан кейін 10-шы табыс көзіміз біз Америка және Ресей қор биржаларында бірнеше компаниялардың, Apple'дың, Google'дың, Visa-ның, Amazon.com деген сияқты компаниялардың акцияларын сатып алып, оны айналымға қойғанбыз, брокерлер жалдағанбыз. Олар күнделікті өзінің табыстарын алып, мынау компанияға елдегі жұмыс жасап жатыр. Сондықтан да біздің ол жақтан да үлесіміз бар, осындай үлкен компаниялардың. Міне осыншама компанияларға біз қазіргі таңда қорға түскен жиналған ақшалардан бөліп, осындай өндірістерге салып, жұмыс істетіп жатырмыз. Неге біз әлемдік жаңа экономикалық эволюция деп жатырмыз? Эволюция деген сөз, дамыту деген сөз. Экономикалық деген сөз, ол өндіріс орындары деген сөз. Егер де біз өндіріс орнын ашпаған болса, ол жаңа финансовый пирамида болып кеткен болар еді. Ал біз қазіргі таңда өндіріс орындарын ашу арқылы
бірнеше жолдар арқылы, өзіміздің заводтар салып, алтындар салу арқылы, бриллианттар салу арқылы, кино түсіру арқылы, өзіміздің ресторандар ашу арқылы, өзіміздің платформаларымыз, интернет онлайн платформалар арқылы, үйлер салу арқылы, жаңа курорттар салу арқылы біз осыдан түсетін табысты осы компанияға кірген әрбір адам, оның бір штук криптовалюта болса да, ол содан үлес алып отырады. Сондықтан да сіздерді осы компанияға келіп, осы жерге қатысып отырған жаңадан келген адамдар болатын болса, міндетті түрде алып қалыңыздар. Бұл криптовалюта өмір бақилық емес. Бұл күннен күнге бағасы артуда, күннен күнге оның саны азаюда. Сондықтан да сіздер оны алып қалсаңыздар, ертең өмірлік мұра болып, өздеріңізден кейін ұлдарыңыздан кейін немерелеріңізге, өрен бұтақтарыңызға бұл жаңағы мәңгілік мұра болып қалады деп айта аламын. Біздің қазір 100 жылдық программасы бар, Андрей Федорович Хабрат. Бұдан да басқа бірнеше проекттер бар, болашақта іске қосылады деп отырған. Сондықтан да бұл жерге сіздер тегіннен келген жоқсыздар. Тегіннен тегін Алла тағала сіздерге бұндай мүмкіндікті берген жоқ. Сіздерді осы жерде қатысып, көріп, тыңдап, лажы болса алып қалсын деп, сіздер бай болсын деп жатыр. Сіздер бай болсаңыздар, сіздер әрқашан адамдарға өздеріңіздің пайдаларыңызды тигізе аласыздар. Ал егер де өзіңіздің табысыңыз жоқ болса, өзіңіздің күніңізді әрең көріп отырсаңыз, сіз кімге жәрдем бере аласыз? Сондықтан да бұл жерге келген адамдардың барлықтарыңызды мен құттықтаймын. Сіздер болашақ миллионерсіздер, сіздер болашақта ешкімге тәуелсіз, мықты бизнесменсіздер. Ал мен өзімнің миссиямды аяқтаймын. Енді бұл жерде табыс көзі қалай табылады, қандай жолмен табылады, табуға болады. Оны қазір Тараз қаласының мықты лидер менеджері, өзі өте білімді, сондай сүйкімді, жаңағы апай деп қояйық, кейде қыз деп қояйын, Сәлима Өсіпәлиеваға сөз кезегін беремін. Енді қалай табыс табатынын сол кісі сіздерге жеткізеді. Сау болыңыздар. Рахмет, Жанар ханым. Естіліп тұр ма менің сөзім? Естіледі. Дауысың жай шығып жатыр, Сәлима ханым, дауысың жай шығып жатыр. Жай ма? Қазір мен микрофон қатты шығарайын. Барынша қояйын микрофонды. Енді қалай естіліп жатыр? Қалай естіліп жатыр? Жақсы? Жақсы болады. Шамал көтерші тағы да. Ау? Жақсы естіле ма? Естіліп тұр ма? Естілді, жақсы. Болады. Рахмет. Рахмет, Жанар ханым. Сіздің бүгінгі ақпараттарыңыз, бүгінгі қосылып отырған біздің жаңадан келген партнерларға өте жаңағы өзінің септігін тигізеді деп ойлаймын. Ал енді қымбатты біздің көрермендер, біздің жаңадан келген партнерлар, мен өзім таныстырып өтейін. Менің есімім Сәлима, фамилиям Өсіпәлиева, мен Тараз қаласының тұрғынымын. Яғни қазақтың жай қарапайым әйелімін. Негізгі мамандығым бойынша жоғарғы оқу орнында ұстаз болып жұмыс істегенмін. Мінекей 30 жылдан асты. Қанша жұмыс істесек те біз ешқашан үлкен мақсаттарымызды үлкен мақсаттарымызға жету бізде қиын екен. Мен көріп жүрмін, сол жоғарғы оқу орнында қаншама академиктер, қаншама профессорлар ешқашан жаңағы өзінің арманына қолын жеткізе алмаған. Яғни олар да жаңағы Жанар ханым айтып кеткендей, жалға жұмыс істеу арқылы жұмыс жасап жүрген. Мінекей мен енді осы жоба қостым. Қалай жақсы естіліп тұр ма? Маған жаңадан келген кісілер обратный связь жасасаңыздар,
Жаңадан келген кісілер болса, бір деген санын қойыңыздаршы. Бір деген сан. Жаңадан келген, бүгін бірінші рет біздің конференциямызға қатысып отырған. Жақсы, жақсы. Ендеше мен сіздерге бүгінгі біздің жаңа 3 бөлімнен тұрады дедік қой. Біріншісі жаңағы компанияның өзінің оқу, яғни қаржылай сауаттылыққа оқыту, иә? Егер сіз оқымасаңыз, білмесеңіз, ақшаны қалай көбейту, қалай ұстап отыру, көп заңдылықтарды білмегендіктен көп адамдар қаржылай сауатсыздықтан деген сияқты. Сәлима ханым, сіздің интернетіңіз, алло, кешіріңіз, сіздің бірінші бөлімі сол оқу. Экран енді көрінді. Енді көрінді. Жақсы, мен шұқылап отырып, айдетсеңіздер. Мінекей, енді сіздерге осы жерде бизнес жасау, 3-ші бөлігі біздің бағдарламамыздың үлкен бизнес жасау. Сол бизнес жасаудың мен бүгін жаңалықтарменен, промоушендерменен сіздерді таныс етемін. Әсіресе мына жаңадан келген кісілер, құлақтарыңызға алтын сырға жақсылап тыңдаңыздар, зейіндеріңізді қойып, біздің бизнес крауд инвестинг деп аталынады, яғни крауд деген сөз көпшілік, инвестинг деген жаңағы көпшілік егер салым жасаса, асар деп айтамыз, сол асардың бір түрі деп түсінсек болады. Крауд инвестинг деп сол әдіспенен жұмыс жасаймыз. Яғни миллиондаған табыс әкелетін үлкен маркетинг жоспар. Біз білеміз, маркетинг деген кезде, ой, маркетинг компания екенде көп кісілер қашып жатады. Олай болмасын, сіздер жақсылап тыңдаңыздар. Қазір маркетингті жақсы жолға қойған кез келген организация, жаңағы жұмыс орындары, олардың жұмысы жылдам жүреді. Себебі ол жерде жақсы маркетологтар жұмыс жасайды. Міне біздің өзіміз, мен университетте мұғалім болып жұмыс істеймін. Ол жерде біз абитуриенттерді жаңадан оқуға тапсыратын балаларды беріп жинамасақ, біздің университетте студенттер аз жиналады. Сол себептен студент аз болса, әрине айлығымыз азаяды. Сол сияқты бізде маркетологтар жақсы жұмысқа қойылған, жақсы жолға қойылған. Осы маркетологтардың мына маркетинг жоспарымен сіздерді таныстырып өтейін алдарыңызда. Мені кестеде көрсетілгендей, бұл жерде сіз келген кезде және серіктес болып кіресіз, және агент статусына кеңесші, менеджер, көшбасшы менеджер, топ менеджер, вице-президент және президент деген сатылап сіздер деңгейлеріңіз көтеріле алады. Яғни сіздердің деңгейлеріңіз көтеріле алады. Ол үшін не істеуіміз керекпіз? Бұл үшін сіз әрине өзіңіз келгендегідей сізге де біреу айтты ғой. Сол сияқты сізде басқа кісілерге айтсаңыз, егер 2 кісіні шақыратын болсаңыз, онда сіздің жаңағы дәрежеңіз агент дәрежесіне көтеріледі. Яғни 8% олардан табыс көресіз. 8% табысты бірінші шақырған кісілерден серіктесте, агентте, президентте бәріміз бірдей көреміз. Ал енді сіздердің шақырған кісілеріңіз адам шақыратын болса, онда сіз серіктес болып тұрған кезде 5%, агент дәрежесіне көтерілгеннен бастап, президентке дейін 7% табыс көресіз. Ал енді ол екінші линия деп атаймыз, екінші деңгейдегі сатыдағы, төменгі сатыдағы кісілер, олардан сіз 5% көрсеңіз. Ал енді үшінші сатыдағы, енді сіздің шақырған кісіңіздің шақырған адамы шақырса,
үшінші сатыдағы, төмендегі үшінші сатыдағы кісілерден сіз 3% табыс көресіз. Ал агент болсаңыз 4%, жаңағы кеңесші болсаңыз 5%, иә. Президентке дейін бәрі 5% табыс көреді. Мінекей, ал егер сіз серіктес күйінде қалып қалсаңыз, сіздің жаңағы төртінші, үшінші жаңағы сатыдағы, төмендегі сатыдағы кісілер адамдар шақырып жатса, олардан сізге табыс түспей қалады. Ал агент 3%, ал кеңесші болса 4%, президентке дейін 4% табыс көреміз. Міне осылайша ары қарай 5-ші деңгейден, 6-шы деңгейден серіктес агенттер табыс көрмейді. Міне кеңесшіден бастап жаңа шексіз табысты мына көз алдарыңызда көріп отырсыздар, 2%, 3,5%-ға дейін, президент дәрежесіне көтерілсеңіз 9-дан 10%-ға дейін нағыз қаржының жаңағы үлес табысы сіздер көре алатын мүмкіндіктер бар. Осындай керемет маркетинг жоспар. Бірінші линиядан да жақсы табыс көресіз, және тереңдіктен де өте жақсы табыс көретін мүмкіндіктер бар. Сол үшін біз шақырған кісімен де жұмыс жасаймыз, және шақырған адамдармен де жұмыс жасасақ, ол өзімізге өте тиімді. Ал енді мынау криптоюнит бағдарламасының дамуының дәл қазір біз екінші бөлімінің, екінші фаза дейміз, екінші бөлімінің екінші кезеңіне өттік. Міне осы мамыр айының 4 күні біз осы екінші кезеңге өттік. Әрине, әр кезең сайын біздің криптоюнитіміздің құны көтеріліп жатады. Яғни бізде бақа деген болады, және құндылық деген болады. Біздің криптоюнитіміз сондай құнды валютаның, болмаса жаңағы крипто акцияның түрі деп атаймыз. Себебі өте құнды, ешқашан құны жоғалтпайды, уақыт өткен сайын, күн сайын, ай сайын өзінің құны көтеріліп жатады. Қымбаттап кетті ғой. Исақ пакетке жағына тұршы. Жанар ханым, сіз микрофоныңызды өшіріп отырсаңыз. Ал енді жақсы естіліп тұр ма? Тағы да бір тексеріп қояйын. Менің даусым жақсы естіліп тұр ма? Жақсы. Ендеше, мынау жаңартылған оқу ақпараттық өнімдердің түрлері және стандарт бағдарламасы дейді, бағалары. Яғни, біз бұл жерде не айтамыз? Біз бұл жерде, сіздер жаңадан келген кезде, бірнеше ойып, яғни, оқу академиясының өнімдері. Осының ойып деп атаймыз. Бұның мінекей бірнеше түрлері көрініп тұр. Бастапқы білім, негізгі білім, бастауыш білім, орта білім, жоғарғы білім деп бөлінеді. Неге байлар бай береді, неге кедейлер кедей болып қаламыз дейміз. Себебі көп жерде теория, мысалы интернетке кірсеңіздер, ютубқа қалай баю керектің түрлі, сандаған түрлерін көрсетеді сіздерге. Мені бұлай жасасаң байысың, бұлай жасасаң байысың деп. Оның барлығы теория. Ал біздің жобаларда сол теорияға практика қосылады. Яғни сіз өз жерде осы ойыптарды сатып ала отырып, сіз криптоюнит сатып аласыз. Криптоюнит ол кіру бонустарын сатып аласыз. Ол криптоюниттің бағалары мінекей көрініп тұр. $50 250, $250 1389, $1000 8333, және $4000 юнитке сіз 4000 криптоюнит сатып аласыз. Мынау біздің әрбір криптоюнитіміздің құны $1 бағаланады. Яғни, қанша долларға алсаңыз, соншама криптоюнитті алдым деп есептеңіз. Оның құнын жаңа көріп отырсыз. Енді жаңартылған оқу ақпараттық өнімдердің түрлері және бөліп төлеу бағалары. Бұл жерде бізде жаңа сіздерге стандартты түрін көрсеттік. Енді міне жерде сол алатын ақшаңызға бөліп ай сайын 5 айға, 10 айға төлеуге болады. Міне айлар деп тұр. Бұл жерде 5 айдан 50 юниттік жаңағы бағдарлама және 250-лік 5 айға төлеп алуға болады.
яғни бірінші бастапқы білімді сіз $50 5 ай алатын болсаңыз, $50 пакет алатын болсаңыз 5 айда, онда 10 айдан $10 төлейсіз. Иә, $10 ай сайын 5 ай бойы төлесеңіз, 250 жаңағы бонустық жинақтағы криптоюнит аласыз. Яғни ай сайын түсетін сізге криптоюниттің құны саны 50 кіру болады. Сол сияқты 250-ге 5 ай төлеп $50, 5 ай төлесеңіз 1389 алады. Яғни кірудің саны 277 ай сайын түсіп отыратын болады. Тура сол сияқты 1000 криптоюнит мыңдық пакет ала аласыз, оны 10 ай, 4000-дықты 10 ай бөліп төлейсіз, 100-ден және $400, және 10.000-дық пакетті алатын болсаңыз, 10 ай бойы ай сайын $1000 құйып отырсаңыз, онда сіз ай сайын 12.500-ден 125.000 криптоюнит жинай аласыз. Иә, енді келесі слайдқа көшетін болсақ, мінекей бізді қуантатын керемет мүмкіндік бұл біздің крипто юниттің VIP партнерлық жаңалық. Бұл өткенде ғана ашылды. Біз жаңадан келген әсіресе кісілер, сіздерді шын жүректен құттықтаймын. Бұл сіздердің баршаңызға және инвесторларға VIP клубтың ашылуы бұл өте үлкен бір жаңалық, өте үлкен бір қуаныш. Осы мамыр айының 4 күні ғана ашылды. Біздің жаңағы ұжымымызда қаншама кісілер осы VIP партнерға кірді. Бұл VIP партнер не береді? Бұл жерде сіз жеке инвестор бола отырып, эксклюзивті инвесторлық ұсыныстар ала аласыз. Яғни, кез келген жаңағы инвесторларға, жаңағы салымшыларға қол жетімсіз ұсыныстарға сіздің қолыңыз жететін болады. Және де серіктестік бағдарламасы бойынша есептеулерді алу мүмкіндігі. Яғни, серіктестік бағдарламасы деген жаңа академияда көптеген оқуларды сіз жаңағы түсім бағасымен ала алатын болады. Және стейкинг және ішкі айырбастауға қол жеткізу. Стейкинг деген не? Бұл енді әр термин сөздің өзінің мәні бар, мағынасы бар. Біз әр нәрсені өзінің атауымен атауға тырысып жатырмыз. Бұл блокчейн системасындағы тағы да бір өзінше бір функция деп түсініңіздер. Яғни стейкинг деген біздің жалпақ тілменен түсінікті айтатын болсақ, ол депозитный счет, депошет деп атаймыз. Егер сіздің жаңағы крипто сатып алған құруларыңыз жаңағы жеке доступқа шығатын болса, қол жетімсізге шығатын болса, босатылған болса, онда оны сіз стейкингке қойып, одан әрі көбейте аласыз. Ол туралы қазір тағы да тоқталып кетсем, компанияның оқу ақпараттық өнімдеріне жеңілдіктер, жаңа айтым, 70-75%-ға дейін сіздер оқуды жеңілдетіп ала аласыздар. Біз мысалы марафон МКИ 260 деген сабақты оқып жатырмыз қазір, курсты. Ол 8 айлық курс, біз толық төледік. Ал егер сіз осы VIP-қа кіретін болсаңыз, сізге кез келген оқу курстары сізге өте үлкен жеңілдіктермен алатын мүмкіндік болады. Компанияның оқу ақпараттық өнімдеріне жеңілдік дедік, бұны. Енді адалдық бағдарламасы бойынша жоғарылатылған бонустар алу мүмкіндігі. Бұл деген не? Бұл бізде лояльный бонус деп атырмыз. Бізге ай сайын қазір компания былтырғы жылдың сол мамыр айынан бастап бізге төлеп жатыр. Осы адалдық бағдарламасының лояльный бонусты сіздер басқа инвесторларға қарағанда әлде қайда көп шамада алатын боласыздар. Және жабық өткізілетін есеп беру кездесулеріне қатысу мүмкіндігі. Яғни бізде көптеген жаңағы жағдайда компания бізбенен жаңағы лидерлерге, көшбасшылармен, болмаса жаңағы белсенді компанияның белсенді инвесторларымен
жаңа жабық жаңағы өзінің жиындарын өткізіп жатады. Міне осындай жабық жиындарға компанияның өзінен, яғни біздің жаңағы директорымыз, компанияның жаңағы жетекшісі Андрей Федорович Хабратовтың өзінің аузынан еститін мүмкіндіктерге бізге қол жетімділік болады. Сіз сұрап жатпайсыз, не деді, қалай болды, әркімнен жаңағы не жағдай болды, не жаңалық болды деп сұрап жатпайсыз. Сіздің өзіңіз кіріп, яғни сұрағыңызды тікелей қойып, тікелей эфирде қатыса алатын мүмкіндіктеріңіз болады. Келесі слайдқа көшетін болса. Келесі слайд. Нұрғиса. Келесі слайдқа қойыңыз. Мінекей енді бұл веб-клубқа кіру үшін сіздер кез келген нәрсе ақылы болады. Ақысыздың құны болмайды дейді. Біз мысалы бұл веб-клубқа кіру үшін ай сайын сіздің жаңағы дәрежеңізге қарай, осы компаниядағы істеген жұмысыңызға берген дәрежеге қарай, сіз міндетті түрде ай сайын мынау алдарыңызда көріп тұрғандай $10, егер агент болсаңыз, $20 кеңесші болсаңыз, 30 менеджер болсаңыз, 40 көшбасшы болсаңыз, 50 топ менеджер басын төлеп отырады. Себебі бұның өзінің берері сондықтан Салима ханым, если байлар неге байи береді, неге кедейлер кедейлене береді деп, сол сияқты ендеше біздің тағы да бір жаңалығымыз, бұл да өткенде ғана ашылды. Біз бәріміз бұл жаңалықтың ашылуына қуандық. Біздің компания негізінде 5-6 блокчейн системасын жасайтын дүниежүзілік 6 мен деген компаниялар таңдап алып, солардың әрқайсының өзінің бір керемет функцияларын алған. Мінекей соның біреуі локап. Локап ашу деген, яғни құлыптың аузын ашу, болмаса сандықты ашу деген сияқты ашылуды айтады екен. Локап системасы, бұл жерде локап функциясы, бұл жерде сіз не істей аласыз, яғни сіздің босатылған кру токендеріңізді осы локапқа қою арқылы, кешіріңіздер, құлыптан шығарылу, яғни локап деген айырбастауға болады, кру балдарын айырбастауға болады. Яғни кру токендеріне бонус ретінде бал берілген. Яғни ойып ақысы төленген соң 350 күнде, мысалы 11,5 айда өткенде кез келген сіздің сатып алған круларыңыз, жаңадан келген кісілер, яғни 350 күн күтесіз, 350 күн өткеннен кейін сіздің криптогенеттеріңіз, круларыңыз босатылады. Яғни оны алмастыруға болады, сатуға болады, болмаса стейкинг деп айтып стейкингке қойып көбейтуге болады. Яғни локап қандай жағдайда ашылады? Мысалы, 350 күн өткеннен кейін 6 ай бойы ай сайын 1%-дан босатылып отырады. 7 айдан 12 айға дейін 1,5%-дан босатылып отырады. Сіздің сатып алған криптогенетіңіздің санынан. Ал енді 13 айдан 18 айға дейін 2%-дан босатылып отырады. 19 айдан 24 айға дейін 3%-дан, 25 күн айдан 35 айға дейін 5%-дан босатылып отырады. Ал енді
35-ші айдан бастап 100% сіздің сатып алған крипто юнитіңіз локапқа түсіп отырады, яғни ашылып отырады. Босатылып, сіз оны админге қоя аласыз, сата аласыз, осындай мүмкіндіктер. Болмаса, стейкингке қоя аласыз. Осындай мүмкіндіктер, енді осы мүмкіндіктерді пайдалану керек. Міндетті түрде сіз теорияға ғана жүгінбей, бізге қосылып, бизнес жасап, іске араласатын мүмкіндіктеріңіз осы жерде табасыздар. Келесі слайдқа көшейік. Келесі слайд. Мінекей жаңағы айтып жатқан стейкинг деген бұғаттан шығарылған круларыңызды стейкингке қойып көбейтетін мүмкіндік. Бұл мұны кестеде көріп отырсыздар. Яғни, егер сіз бір айға қоятын болсаңыз, кез келген босатылған круларыңызды, бұғаттан шығарылған круларыңызды бір айға қойсаңыз 1%, 3 айға қойсаңыз 1,2%, 6 айға қойсаңыз 5%, ай сайын түсіп отырады. 12 айға қойсаңыз 1,8%, 18 айға қойсаңыз 2%, 24 айға қойсаңыз 2,5%, ай сайын сізге крипто юнит түрінде, крул түрінде түсіп отырады. Және ол босатылған крипто юнит болды. Яғни, жаңағы сатып алған портфеліңіздегі крулдан түсіп отырады, ай сайын, және стейкингтен түсіп отырады. Екеуін қосып, сіз админге қоя аласыз, алмастыруға немесе қайтадан стейкингке қоятын мүмкіндіктер бар. Ал енді бұл стейкинг деген бұл ылғи да бола бермейді. Бұның өзінің жаңағы арнайы бір уақыты бар. Қазір бізге белгісіз. Арнайы бір уақыттан кейін бұл стейкинг жабылады. Сондықтан да кім-кім егер крипто юнитіңіз аз болса, міндетті түрде қазір 12-24 айға қойып, максимально крипто юнитіңізді ақша салмай-ақ көбейтіп алатын бір керемет мүмкіндік осы жерде. Яғни бұл да 4 мамырдан басталды, іске қосылды. Пайдаланыңыздар міндетті түрде. Былтыр крипто юнит 19 жылғы мамыр айында, наурыз айында және ақпан айында алған кісілердің барлығының крипто юниттері босатылып, олар қазір стейкингке қойып, одан сайын көбейтіп жатыр. Инвестирование деген осы. Сіз тек қана қолға ақша алып, оны жарату мақсат емес. Сіз қолыңызға алған ақшаны, оны ұстап тұра білу керек, және оны көбейте білу керек. Осының тағы бір үлкен бір керемет бір жолы осы стейкинг болып аталынады. Келесі. Келесі слайд. Сіздер білесіздер, негізінде табыстың түрлері қандай болады? Сіздің еңбек ақыменен тапқан табысыңыз болады. Қазір мен сіздерге промоушендар мен жаңалықтарды айтамын. Еңбектеніп тапқан табысыңыз болады. Және сол табысыңызды егер сіз ай сайын, болмаса апта сайын бола ма, күн сайын бола ма, кез келген бір бөлігін алып, жаңағы бір жерлерге, бір үлкен жобаларға салым жасап отырсаңыз, ол пассив деп аталынады екен. Яғни инвестиция жасау ол пассив. Ал сіздің күнделікті ай сайын тапқан табысыңыз жұмыс істеп, мемлекетке болмаса біреудің компаниясын барып үдетуге үлесіңізді қосып, соған жалға жұмыс жасап жатсаңыз, онда ол сіздің активіңіз болады. Ол сіз жұмыс жасап жатқан кезде тұрады, жұмыс жасамаған кезде ол табыс түспейтін болады. Сол себепті де біз кез келген бизнесмен болсын, кез келген жай жұмысшылар болсын, бәріміздің кез келген жаңағы адамзатының арманы ол пассив табысын көру. Яғни сіздің ақшаңыз, сіз ақшаға жұмыс істемесеңіз, ақша сізге жұмыс істейтін болса, мінекей осындай керемет мүмкіндікті біздің компаниядан табуға болады. Мінекей сол табыстардың бірі, промоушендар мен жаңалықтардың бір мүмкіндігі, біліктілік үшін экспресс бонус. Біліктілік үшін экспресс бонус бұның наурыз айында басталды, наурыздың аяғында 30 күні басталды.
мінекей қазір екі жаңағы бөлімі өтіп жатыр. Осы жылдың аяғына дейін созылатын бұл біліктілік экспресс бонусы. Бұған егер қатысып белсенді түрде жұмыс жасайтын болсаңыз, онда сіздер қандай табыстарға ие боласыздар. Көптеген кісілер арамызда да өте көп, көріп жүрсіздер, таныстарымыз бар. Осы табыс табудың амалыменен қаншама жаңағы хайптарға болмаса бір өте қиын жобаларға ұрынып жатады. Сондай еңбек етем десеңіздер, табыс көп көремін десеңіздер, мінекей тағы да бір алтын жұма деген, біз өзіміз мұсылманбыз, жұма күні біз үшін өте қасиетті күн. Осы күнде біздің компаниямыз алтын жұма деген тағы да бір тамаша промоушн жасап қойды. Бұл жерде сіздер барлық алатын крипто юниттеріңізді жеңілдікпен аласыздар. Мысалы, бастапқы білімді 50 юнитке алатын болсаңыз, $50, бұл жерде сіз $40 аласыз. Яғни 20% жеңілдік. $10 сіз үнемдеп қаласыз. Бізде академияда үйретеді, сіз сақтап қалуыңыз керексіз. Және бірінші сіз табысыңызды үнемдей білуіңіз керексіз. Және екіншіден оны сақтап отыру керек. Үшіншіден оны көбейту керек. Негізгі білім беруде сіз 25% жеңілдік ала аласыз. Яғни $62,5 үнемдей аласыз. Ал енді бастауыш білім беру ойыпында сіз $700 ала аласыз. $1000 пакетті $700 аласыз. Яғни 30%-ға жеңілдік аласыз. Қандай керемет, $300 үнемдеп қаласыз. Орта білім беруде $4000 пакетті сіз $2600 ғана аласыз. Яғни 35% жеңілдік беріп отыр. Бұл қандай жағдайда? Бұл деген сөз осы айдың 29 күні Мәскеу уақыты бойынша 15:00-ден бастап, яғни 30 мамыр күні 15:00-ге дейін. Түсініңіздер ғой, Мәскеу уақытымен 29 күні сағат 3, бізде 29 күні сағат 6-дан бастап 30 мамыр күні сағат 6-ға дейін осы алтын жұма тамаша жеңілдігін пайдалануға болады. Бәріңіз осыған шақырамын. Осы күнде сіздер көптеп кісілеріңіз шақырыңыздар, міндетті түрде осы алтын жұманың жеңілдіктерін пайдаланыңыздар. Бұл деген керемет. Әр апта сайын болып отырады деп үміттенеміз. Енді тағы да бір керемет мерейтойлық біздің ойыпымыз бар. Бұл эксклюзивті компанияның 5 жылдық мерейтойына жасалынған, саны өзі шектеулі ғана, 350 ғана дана жасалынған, өте эксклюзивті кәдесый ретінде жасалынған алтын монета. Бұл монетаның 24 караттан тұрады, яғни 999 пробалық алтыннан, және 35 граммдық диаметрі 45 миллиметр. Құны $8000 тұрады, 8000 юнит. Жалпы клубтық бонус, бұл жерде сіз $8000-ға біріншіден осы монетаны аласыз, эксклюзивті. Екіншіден сізге 80,000 крипто юнит сіздің портфеліңізге түседі. Керемет мүмкіндік, бұны да алып үлгеріңіздер. Бұл өмірлік сізге естелік болып қалатын, болмаса керемет бір сыйлық болатын монета. Ал енді тағы да бір мүмкіндік, біз неге қол жеткіздік? Осы кру бағдарламасы ашылғалы бері, және де 2014 жылдан бері біздің компания 5 жыл болды жұмыс жасап жатқанына, 5 жылдан асты. Яғни 14 жылдан бастап жаңа ханым айтып кетті, біз транспорттық технологияны жаңа спонсировать еттік. Оның акцияларын алдық, көп тірліктерді жасадық. Транспорт технологиясынан Skyway-ден және әлем бойынша дәл қазір біздің серіктестеріміздің саны, инвесторларымыздың
1,400,000-нан асып отыр. Бұл деген керемет показатель. Осының біз осы бір жылдың ішінде 70-80%-ын осы бір жылда ғана жасадық. 14 жылдан бері біз жаңағы транспортный технологияны спонсировать еттік, ал енді содан бері осы бір жылда криптовинет ашылғалы бері біз 70%-дай серіктестерді осы бір жылдың ішінде жинадық. Яғни біздің компаниямыз 170-тен астам елде бизнес жасап жатыр. Яғни 170-тен астам мемлекеттің жаңағы азаматтары біздің серіктестеріміз. Және де инвестициялық және қаржылық білім беру де қол жеттік. Қаншама азаматтар көзі ашылып жатыр, үйреніп жатыр. Бізде мастер профи деген оқу бар. Жаңағы гений финансов деген тренажер, ойын ойнап отырып, сіз бүкіл қаржылық сауаттылықты ойын арқылы білесіз. Және де жаһандық бизнес мүмкіндіктерін аштық. Яғни біздің Индиядағы заводымыз, болмаса жаңағы Ресейдегі кен орындар, Африкадағы кен орындар, болмаса әлемдегі жаңағы түрлі форекс, жаңағы биржалық табыстардан біздер үлкен табыстар көретін мүмкіндіктеріміз бар, бизнес мүмкіндіктеріміз. Ал енді келесі слайдта айтатын болсақ, бұл кру портфелі. Яғни осының бәрін табысты бізге әкелетін дәл қазір кру портфелі. Бұл кру портфельдерінің активтерінің құны дәл қазір 400 миллионнан астам жиналды. Яғни 30 наурыздан 2020 жылы статистика бойынша 400 миллион. Қандай керемет осы бір жылдың ішінде осындай табысқа қол жеткізді. Келесі слайд көрейік. Яғни біздің компаниямыз, Жанар ханым айтып кетті, әлемдік жаңа экономикалық эволюция. Біз экономикаға эволюция дамыту жасап жатырмыз. Біздің компаниямыз байлықтың ғаламдық тауарлары, қауіпсіздік және қорғау. Яғни біз ешқандай жаңағы табиғатқа зиян келтірмейтін, және құндылығымыз ылғи да артып отыратын, және өркендеу, және бір керемет армандаған армандарымызға бақытқа ие болатын. Осындай мүмкіндіктерді беретін біздің компаниямыз әлемдік жаңа экономикалық эволюция. Орысшасы новая экономическая эволюция мира деп аталынады. Яғни немеге. Міне осы компанияда сіздерді осы компанияның бар мүмкіндігін пайдалануға шақырамыз. Келіңіздер, оқыңыздар, ізденіңіздер, өркендеңіздер, өсіңіздер. Бұндай мүмкіндік ешқашан болмаған, болуы да мүмкін емес деп ойлаймын. Себебі бұл компанияда сіздерді алтын басты азамат, өзіміздің гений деп атаймыз, Андрей Федорович Хавратовтың жасаған жобасы. Ол кісі әлі көп деген нәрселерді қосады, яғни қоса да береді. Сол үшін де ендігі сұрақтарыңыз болса қосылыңыздар, сіздердің сұрақтарыңызға жауап берейін. Кәмеке. Ал если тұрса, жауап сұрақтарыңызды қойыңыздар. Кімде қандай сұрақ бар екен? Салима ханым, өте керемет, жақсы түсіндірдіңіз. Рахмет. Мына жерде жаңадан келген адамдар бар екен. Сұрақтар болса қойыңыздар. Түсінбегендеріңіз болса. Өте керемет, жақсы презентация өткіздіңіз. Салима ханым, рахмет сізге. Сұрақ жоқ болса, жақсы, қош саламатта болыңыздар. Келесі кездескенше. Мұнда бір сұрақ бар ғой, бағана қойды ғой Айна ханым. Оқыңыз, жоғары жағында жазылды. Айна ханым дейсіз, мен сол сұрақты таппай отырмын. Криптонит, бұл криптовалюта ма жоқ?
Мен жауап берейін, Айнат ханым, саламатсыз ба сіз? Жаңадан кірген партнерсіз ба, болмаса нема? Қонақсыз ба? Егер де қонақ болсаңыз, сіз шақырған адамға айтсаңыз, жақсылап түсіндіріп береді. Болмаса мен сізге қазір айтайын. Сәлеметсіз бе, криптоюнит бұл криптовалюта ма, жоқ токен ба? Біз мировой биржаға шығамыз ба, как биткоин сияқты, биткоиннен айырмашылығы не депті? Енді криптоюнит деген ол цифровой құнды қағаз. Интернет әлеміндегі ең алғашқы құнды қағаз криптоюнит деп айтылады. Интернет әлеміндегі ең алғашқы ақша ол криптовалюта, ол биткоин деп айтылады. Екеуінің айырмашылығы жер мен көктей. Ал біздің өзіміздің блокчейніміз, Құда қаласа, біздің өзіміздің криптовалютамыз Алла қаласа шығады, осы жақын арада, бірақ оның аты әлі бізге белгісіз, қандай атпен шығатынын біз білмейміз. Ал шыққан кезде оны көресіздер. Әрине, өзіміздің криптовалютамыз шыққан кезде, ол бүкіл әлемдік деңгейде биржаға шығады. Өзіміздің ішінара внутренний биржа деп айтылады ғой. Внутренний биржамыз болады, үлкен бүкіл әлемдік деңгейдегі биржаға шығамыз. Оның барлығы уақыт еншісіне байланысты болады. Бізде екі түрлі жаңағы не бар? Криптовалюта security токен деп жатыр, сосын utility токен дейді. Ол деген сөз, мына біздің балдарымыз, біздің utility токен болады, криптоюниттеріміз біздің криптовалюта. Бұл есептелінеді. Енді басқа сұрақ көріп тұрған жоқ. Мұны Айна ханым, егерде сұрағыңызға жауап алсаңыз, маған белгі берсеңіз. Басқа кімде қандай сұрақ бар екен? Кімде қандай сұрақ бар? Ешкімде сұрақ жоқ қой. Нұреке, көріп тұрсыздар ма? Сұрақ бар ма кімде жерде? Басқа жоқ. Басқа сұрақ жоқ болса, онда жақсы дейміз. Қош сау болыңыздар, қалып кетпеңіздер. Мүмкіндігінше, лажы болса, мына 29-30-ындағы жаңа бір күндік акция, бұл ең керемет мүмкіндік. Бір күнде $300 табыс табуға болады. $1000 акциясын сізге $700 беріп тұр екен. Өте керемет. Алып қалыңыздар, айтыңыздар жақындарыңызға, естімей қалдым демесін. Сол мүмкіндікті жіберіп алмаңыздар. Сау болыңыздар. Міне көрдіңіздер ме, алтын жұма дейді. Тамаша мүмкіндік, тамаша жеңілдіктер шеруі дейді. Үлкен супермаркеттерде, мысалға Сильпак дейді, жаңағы Технодом дегендерде бір күндік акция беріп жатады да, бір күнде жаңағыдай 30%, 40%, 50%-ке дейін жеңілдіктер беріп жатады да. Міне біздің компанияның сондай үлкен қаржылай жетілгендігі соншалықты, бізде де сондай акция жеңілдіктер беріп жатыр екен. Міне қарап кетіңіздер, бастапқы білім беру дейді 20% жеңілдік деп қойыпты, негізгі білім беру дейді 25% жеңілдік, бастауыш білім беру 30% жеңілдік. Мен енді басқасын айтпай қойын, осы $1000 айтып жатырмын. $1000 орнына сіздер $700 аласыздар да сонда. 8333 дана криптоюнитті. Ал, сол үшін естімей қалмадық демеңіздер. Барлық адамдарға жар салыңыздар, айтыңыздар, халықтар барлығы естісін, алсын, мүмкіндікті жіберіп алмаңыздар. Сау болыңыздар. Жақсы, көріскенше.